Сәлем баршаңызға, көрермендер, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен үй жағдайында өте дәмді болып шығатын хот-догты бірге жасайтын боламыз. Ендеше бізге керекті ингредиенттерді айтып өтейін. Бізге електен өткізілген ұн, жылы сүт, су және жұмсақ сары май, жұмыртқаның ақуызы, қант, тұз және ашытқы керек болады. Ингредиенттердің толық мөлшерін видеоның астындағы описание бөлімінен көре аласыздар. Ендеше хот-догтың қамырын жасауды бастайық. Ол үшін ыдысымызға жылы суды, жылы сүтті құйып, оның үстіне тұзды және қантты саламыз, және оның үстіне жұмыртқаның ақуызын саламыз да. Енді оның үстіне ашытқыны салып, барлығын біркелкі болғанша жақсылап тұрып араластырып аламыз. Егер де сіз менің каналыма алғаш рет келіп отырсаңыз, каналымды жоғалтып алмас үшін міндетті түрде тіркеліп алыңыз, өйткені менің каналымда оңай әрі қарапайым рецепттер өте көп. Міне біздің сұйық массамыз барлығы біркелкі болып араласты. Енді оның үстіне електен өткізілген ұнның барлығын салып жіберіп, осындай күрекшенің көмегімен жақсылап тұрып араластырып аламыз. Біздің қамырымыз өте жұмсақ болып шығады, сол үшін осындай күрекшенің көмегімен араластырыңыздар, өйткені осымен өте ыңғайлы болады. Міне біз оның барлығын салып болғаннан соң, қамырымыз осындай өз-өзінің формасын ұстамайтын осындай жұмсақ болып тұрады. Енді оның үстіне жұмсақ сары майымызды саламыз да, енді қолымыздың көмегімен жақсылап тұрып майымыз бір-біріне сіңгенше, яғни майымыз еріп біріккенше жақсылап қолымызбен илейтін боламыз. Міне біздің сары майымыз бен қамырымыз біріккеннен соң осындай жабысқақ болып тұрады. Енді оның үстіне сұйық майды құйып жібереміз де, жақсылап тағы қолымызбен илеп жібереміз. Бұл жерде сұйық майды қосқаннан соң қамырымыз қолымызға да ыдысқа да жабыспайтын күйге енеді. Осындай жұмсақ қамыр пайда болады. Енді бұл қамырымыздың бетін целлофанның көмегімен жауып, ауа кіргізбейтіндей етіп жауып, жылы жерге көтерілуге жіберетін боламыз. Міндетті түрде ешқандай ауа кірмейтіндей етіп жауып, жылы жерге жібереміз. Біздің қамырымыз міндетті түрде осылай көтерілуі керек, ішінде осындай ауа болып, әдем болып көтерілуі керек. Енді қамырымызды өзіміз жұмыс жасайтын үстелімізге қоямыз да, енді осылай қолымызбен жақсылап басын біріктіріп аламыз да, енді бөлшектерге бөліп шығатын боламыз. Мен бұл жерде орташа хот-дог шығатындай етіп, осы қамырды 6 бөлікке бөліп шықтым. Егер сіздер майда хот-догты қаласаңыздар, одан да майда қылып, яғни 6 емес, бір 8 бөлікке, 9 бөлікке бөлсеңіздер болады. Бөліктерге бөлгеннен соң барлығын осылай дөңгелектеп, домалақтап шығамыз. Дөңгелектеп алған қамырларымыздың барлығын енді жаятын боламыз. Осындай оқтаудың көмегімен жайсаңыздар да болады. Немесе қолмен жайылып тұрса, қолмен жаямыз. Негізінде біздің қамырымыз өте жұмсақ, сол үшін қолмен де жаюға болады. Енді жайып болғаннан соң осылай орап отырып, сопақ пішінге келтіретін боламыз. Видеоны мұқият қарасаңыздар, барлығы түсінікті. Және орап болғаннан соң осылай шет-шетін жабыстырып шығамыз. Өйткені қазір піскенде бір-бірінен ажырап кетпеуі керек. Міне жаңағы қамырларымыздың барлығын енді тура осылай сопақ етіп барлығын жасап шығатын боламыз. Егер де жаю процесінде қамырыңыз қолға немесе үстелге жабысып жатса, азғантай сұйық май қосып, сұйық майдың көмегімен жайып жіберсеңіздер болады. Міне біз қамырларымыздың барлығын осылай жасап алдық. Енді оның үстіне жұмыртқаның сарыуызымен азғантай үстіне сүтті қосып жіберіп, үстіне барлығын жағып шығатын боламыз. Сол кезде біздің бөлкелеріміз жылтырап әдем болып пісетін болады.
Біздің бөлкелеріміз одан әрі әдемі болу үшін үстіне қара күнжіт немесе ақ күнжітті осылай сеуіп шығатын боламыз. Енді бөлкелерімізді қызып тұрған пеште 180 градуста жарты сағат немесе 20 минуттай пісіріп аламыз. Бөлкелерімізді толықтай суытып алғаннан соң ғана осылай видеодағдай етіп ортасын ашып кесіп шығатын боламыз. Міндетті түрде бөлкелерімізді толықтай суытып аламыз. Егер де ыстық күйінде кесіп қойсаңыздар, ортасы қамыр болып тұрған күйінде кесіп қамыр болып жабысып бір-біріне жаман болып қалуы мүмкін. Міне бөлкелеріміздің барлығын тура осылай кесіп аламыз. Енді бұл бөлкелеріміздің ішкі және сыртқы жағын кішкене қытырлақ етіп қуырып аламыз. Ол үшін құрғақ табаға, яғни қызып тұрған құрғақ табаға бөлкемізді осылай ашып саламыз. Содан соң екінші жағын да ашып саламыз. Қатты күйдірмей, кішкене осылай қызартып қуырып алатын боламыз. Бөлкелеріміздің барлығын осылай қуырып алғаннан соң енді сол табамыздың үстіне азғантай сұйық майды құйып жібереміз де шұжықтарымызды қуыратын боламыз. Оттың асты қатты болып тұруы керек. Шұжықтарымызды міндетті түрде қызартып, әдемілеп қуырып аламыз. Міне шұжықтар осылай қып-қызыл болып, әдем болып қуырылып шығуы керек. Енді оны оттан аламыз да, енді хот-догтарымызды жинауға кірісеміз. Негізінде хот-догқа қосатын заттардың барлығын өздеріңізге ұнайтындай етіп алсаңыздар болады. Бірақ та тура осы заттарды қосып жасасаңыздар өте дәмді болады. Менде бұл жерде жаңағы қуырып алған шұжықтар, маринадталған қияр, сәбіз салатты, орам жапырақ және ірімшік соусы керек болады. Соусты міндетті түрде осындай кондитерлік қапшыққа салып алыңыздар, сол кезде ыңғайлы болады. Міне видеодағыдай етіп бөлкеміздің ортасына осылай соусты жағып аламыз. Енді оның үстіне орам жапырақты осылай әдемілеп төсеп шығамыз. Орам жапырақтың орнына салат жапырағында қолдансаңыздар болады. Орам жапырақты қойып шыққаннан соң үстіне осындай сәбіз салатын салып шығамыз. Енді оның үстіне маринадталған қиярды қойып шығамыз. Енді ортасына шұжығымызды қоямыз да, одан әрі хот-догымыз дәмді болу үшін тағы да соусты осылай әдемілеп сеуіп шығатын боламыз. Біздің хот-догымыз осымен дайын болды. Бірақ та одан әрі дәмді болу үшін осындай чипстерді езіп үстіне осылай сеуіп шықсаңыздар, түрі де әдем болады, әрі дәмін де ерекше бір дәм беріп тұрады. Міне осымен біздің өте дәмді әрі үй жағдайында осындай күшті болып шығатын хот-догымыз дайын. Міндетті түрде отбасыларыңызға, балапандарыңызға жасап қуантыңыздар. Барлықтарыңызға сәттілік, баршаңызға ас болсын. Сіздермен бірге болған Раушан.